мен оралдым. Ассалаумағалейкум достар, байланысты азамат сапар. Мен оралдым. Келесі видеода YouTube'дан не үшін жоғалып кеткен жайлы толығырақ айтамын. YouTube'тың алгоритмдері қатыгез, сол себепті осындай кең көлемді тақырыпта бастауды жөн көрдім. Ал ендеше тақырыпқа көшейік. Бүгінгі видео масса жинау туралы. Атап айтсақ, қалай масса жинауға болады, арық адамдар салмақ қоса алады ма, және салмақ қосу үшін не ішіп жейміз деген сұрақтарға жауап беремін. Жалпы видео екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде өзімнің жаттығу залынсыз воркаут жаттығу арқылы масса жинағаным туралы айтамын. Екінші бөлімде масса жинаудың негізгі принциптері айтылады. Видео басында ескертейін, алдағы айтылатын дүниелер сізге қызықсыз болып көрінуі мүмкін, бірақ видеоның соңына дейін қарап, қалай масса жинауға болатынын түсініп алуыңызға болады. Сол үшін видеоны соңына дейін мұқият қарауларыңызды сұраймын. Рақмет. Салға бармай 2 айда 7 кг салмақ қалай қостым? Менің қазіргі салмағым 1,86 бойда 88 кг құрайды, және формам жеткілікті түрде құрғақ. Тұрақты көрермендер менің жаттығуым турник пен брусьяда өтетінін біледі. Ол рас, мен жаттығуымды толықтай воркаут алаңында орындаймын. Ол менің залды ұнатпайтыннан емес, менің мүмкіндіктеріме байланысты қалыптасқан. Мен Түркістан облысы Мақтаарал ауданында туылып өстім. Бізде ауылда тренажеркаға баруға мүмкіндік болған жоқ. Есесіне бізде күшті желание мен мықты мотивация болды. Кіші кезден воркаут спортына бейімделуім осы себепті. Жалпы 2019-ға дейін тек өз салмағыммен жаттыққан болатынмын. 5 жылдық трансформация деген видеомнан да байқаған боларсыздар. Жалпы осы уақыттарда менде салмақ жағынан прогресс бір қалыпты болды. Өсті, бірақ жаймен, және осы уақыттарда өз салмағыммен жаттығу арқылы 78 кг шамасында салмақ жинадым. Сосын прогресс баяулаған соң 2019-да 19 жасында қосымша салмақпен жаттығуды бастадым. Бастапқыда прогресс өте мықты болды. Тіпті төменде айтатын принциптерді ұстанып, 2 ай көлемінде 7 кг салмақ қостым. Мұншама салмақты қалай жинадым? Біріншіден, тамақтануым қатаң режимде болмаса да бірқатар принциптерді ұстандым. Азанда жұмыртқа жедім, күні бойына жиі тамақтандым, және барынша ағуызға бай тағамдарды қолдануға тырыстым. Екіншіден, жаттығуымды прогрессивті түрде орындадым. Әр жаттығу сайын жаттығу салмағын арттырып отырдым. Тіпті турникте 72 кг-мен 2 рет тартындым, брусьяда 72 кг-мен 16 ретке дейін жеттім. Жаттығуларында түрлендіріп отырдым, және 2 күн жаттығып, 1 күн демалдым. Үшіншіден, қалыпқа келуім, яғни восстановление менде жақсы болды. Тіпті кейде 9-10 сағатқа дейін ұйықтайтынмын. Жаттығу бағдарламасында дұрыс қоя білдім, және спорттық тағамдарды осы кезде шындап қолдана бастадым. Оларда өз пайдасын тигізді. Спорт тағамдардан витаминді минералды комплекс және креатин іштім. Достар, менің өз мысалым осы. Енді масса жинау принципін түсіндірейін. Жалпы салмақ жинау процесі қарапайым. Бірінші кезекте масса жинау процесін түсіну үшін бұлшықет қалай өсетінін түсіну қажет. Біздің организм сондай ақылды құралған, бейімделу қасиеті бар. Егер біз бұлшықетімізге салмақ салатын болсақ, ондағы клеткалар көлемін ұлғайтады. Енді бұл процесс жүзеге асуына жағдай жасауымыз қажет. Ол үшін мына 3 нәрсеге мән береміз. Олар тамақтану, жаттығу және қалыпқа келу, яғни восстановление. Бұл айтылған 3 пунктте бір-бірімен тығыз байланысты. Сол себепті бұл үшеуінде бірдей деңгейде ұстау қажет. Тамақтану, салмақ қосу үшін қабылдайтын калория мөлшерін арттыру қажет. Калория мөлшерін арттыру үшін тәулігіне 5-6 рет, мүмкіндігінше әр 3 сағат сайын тамақтанамыз. Орта есеппен қалыпты жағдайдан 400-500 килокалория артық қабылдаймыз. Тамақтануда басты мән беретін нәрсе ол бұжу, белок, жир, углевод, яғни ақуыз, май, көмірсу. Бұлардың пропорциялары сәйкес және жеткілікті болуы тиіс. Ақуызды килограммға 1,5-2 грамм қабылдау қажет. Мысалы, 60 килограмм болсаңыз, шамамен 90-120 грамм белок қабылдау жеткілікті. Ақуызға бай тағамдар жұмыртқа, қарақұмық, ет, сүт өнімдер және тағы басқа. Қабылдайтын белок мөлшері жеткілікті болған маңызды, себебі ол бұлшықетке құрылыс материалы ретінде қолданылады. Егер белок жетіспеген жағдайда спорттық тағамды қолдануға кеңес беремін. Ал қабылдайтын көмірсу мөлшері организм ерекшелігіне қарай әркімде әрқалай. Басты шамадан тыс көп көмірсу қабылдап, артық май жинап алудан сақтаныңыз. Және осы жерде арық адамдарға, яғни эктоморфтарға бір кеңес. Эктоморфтарда зат алмасу, яғни метаболизм жылдам, сондықтан эктоморфтарға барынша көп тамақтану керек. Ал майға келсек, оны да жеткілікті түрде қабылдау маңызды. Орта есеппен килограммға 0,7-0,8 грамм қабылдау қажет. Егер май жетіспеушілігі болса, онда балық майын қолдануға болады. Екінші жаттығу. Жаттығуда өзіңізді аяп қалмаңыз. Әр жаттығу сайын салынатын салмақты арттырып отырыңыз. Осылайша сіз бұлшықеттеріңізді қаншалықты іске қоссаңыз,
сіздің бұлшықеттеріңіз соншалықты тез өсетін болады. Негізінен базалық жаттығуларды қолданыңыз. Базалық жаттығулар мен жағдайында турникке тартылу, қостырықта сығу, отжимания және приседания. Осы жаттығулармен де жақсы жетістікке жетуге болады. Ал залда жаттығатын болсаңыз, сондағы жаттықтырғыштармен базалық жаттығулар жасауыңызға болады. Базалық жаттығулар көп бұлшықет топтарын іске қосады және бірнеше бұлшықеттің бірден өсуіне ықпал етеді. Және базалық жаттығулар гормональ фонда да жақсы жұмыс жасайды, нәтижесінде қанға көп мөлшерде тестостерон және өсу гормоны бөлінеді. Жаттығуда түсіну керек ең басты мәселе ол жаттығуды прогрессивті түрде жасау. Яғни әр жаттығу сайын жаттығу салмағын арттырып отыру. Мұнда қарапайым формула: салмақты арттырсаңыз бұлшықетіңіз өседі. Үшінші, ағзаны қалыпқа келтіру, яғни восстановление. Бұлшықет жаттығу барысында емес, қалыпқа келу барысында өседі. Ұйқы тәулігіне 7-8 сағаттан кем болмауы тиіс. Әрі ұйқы кезінде орталық жүйке жүйесі, яғни ЦНС қалыпқа келеді. Жеткілікті ұйықтау маңызды, себебі ұйқыңыз қанбай жүрсе, бұл жаттығудың нәтижесіз болуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Ал жаттығуға толық күшпен келу, бұл жаттығудың нәтижелі өтуіне себепші болады. Жалпы жоғарыда айтылған принциптерді шыдамдылықпен ұстансаңыз, уақытымен бұлшықетіңіз өсіп, салмағыңыз артады. Егер бұл жағдайда да салмағыңыз артпаса, прогресс болмаса, онда дәрігерге қарауға кеңес беремін. Достар, сіздердің 88%-дарыңыз менің арнама жазылмағансыздар. Оны мына статистикадан байқауға болады. Достар, YouTube'да мен аптасына бір рет боламын, ал күнделікті Instagram'дамын. Төмендегі сілтеме бойынша жазылуыңызды сұраймын. Рақмет. Құрметті көрерменім, видеоның соңына дейін қарағаныңызға үлкен рахметімді айтамын. Менің қасиеттеріме лайық осы жолға итермелеген, мені қарап отырған сізсіз. Сол себепті де бүгінгі видеода сіздерге барынша пайдалы ақпарат бердім. Және ары қарай дамуыма, және сіздерге көптеп пайдалы ақпарат беруге сіздердің арнама жазылғандарыңыз өз үлесін қоспақ. Бауырым, дәл қазір ұмытпай, подписация батырмасын басып, лайк қоюыңызды сұраймын. Және видеомен достарыңмен бөліссең, тіпті керемет болар еді. Осымен видео өз соңына жетті. Сіздердің болған өздеріңіз аңызамат сапар, байланыстан ажырамаңыздар. Және осы видеоны Арық досыңа жіберуді ұмытпа.